Облыстық әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде 3 мәселе қаралып, заңға қайшы әрекет еткен мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік ісі талқыға түсті. Соңғы уақытта кеңес отырысында мемлекеттік сатып алу конкурсын жүргізуде заң бұзушылық әрекеттерге жол берген лауазымды тұлғалардың тәртіптік ісі жиі қаралып жүр. Көбіне құқықтық сауаттылықтың аздығынан ба, әйтеуір мемлекеттік қызметкер тендер өткізу процесінен опық жеп жатады. Бірақ заң білмеген жауапкершіліктен құтылмайды деген. Бұл жолы бюджет қаржысының мақсатты игерілуіне немқұрайлық танытқан Сырдария аудандық тұрғын үй шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы әдеп кеңесі мүшелерінің алдында жауап берді. Күн тәртібінде сондай-ақ облыс бойынша көліктік бақылау инспекциясына жүргізілген талдау нәтижелері тыңдалды. Үстіміздегі жылдың 9 айында инспекцияның 14 маманы мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылығы үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Кеңес мүшелері осы жағдайда алаңдаушылық білдіріп, алдағы уақытта қызметкерлердің заң нормаларын сақтауына қатаң талаптар қою туралы ұсыныс берді. Мемлекеттік қызметші қызметке толық сәйкес. Мен өзімнің әріптестеріме, мемлекеттік қызметшілерге, сосын квазимемлекеттік сектордағы азаматтарға, білім саласы, денсаулық сақтау саласы, тағы да басқа осы мемлекеттік органдарға қарасты ведомстволық мекемелердің қызметкерлеріне барлығына да ескертім келеді. Бұна сыйлықтар қабылдау, мерекелік сыйлықтар, мерекелік құттықтауларды қабылдау кезінде қабылдау жалпы заңға қайшы келетіндігін, сонымен қатар кез келген осындай бір сыйлық ұсыну немесе сыйлық қабылдау әрекеттерінің барлығы қатаң заң аясында жауапкершіліктері қаралатындығын назарына жеткізгім келеді. Тағы бір мәселені ескерткім келеді. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік автокөліктерді жеке мақсатына, жеке бас пайдасына пайдалану, ретсіз пайдалану фактілері анықталған жағдайда ол азаматтарға да тиісті тәртіптік шара көрілетіндігін